Биылғы 2021 жыл еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығы. Бұл мерей еліміз үшін үлкен атаулы дата деуге болады. Өйткені тәуелсіздік бұл жай ғана пафосты сөз емес, бұл астары терең, үлкен ұғым. Біз тәуелсіздікке ел айтып жүргендей оңайлықпен жете қойған жоқпыз. Бұл біздің Құдайдың бізге бере салған бір сыйы емес. Біз бұл тәуелсіздікке үлкен күш-жігермен, үлкен күрестер арқылы жеттік. Қаншама ата-бабаларымыз осы тәуелсіздік үшін тер төкті, жан берді. Сондықтан бұл үлкен ұғым екенін біз әрбіріміз сезінуіміз керек. Біз 91 жылы еліміз тәуелсіздік алған кезде дүниеге келген бала қазіргі уақытта 30-дағы жігітке айналды, қыз келіншекке айналды деген сөз. Сондықтан бұл тәуелсіздіктен бері жүріп өткен біздің 30 жылдық жолымыз, бұл да тарихта қалатын үлкен белес. Бұл тәуелсіздіктің алған күннен бастап осы уақытқа шейін елімізде көптеген дүниелер атқарылды. Еліміз өзінің егемендігін жариялады. Төл теңгеміз, өзіміздің төл рәміздеріміз, өзіміздің астанамыз құрылды. Шекарамыз шегенделді. Біздің мәдениетіміз, руханиятымызға да қан жүгірді. Сондықтан біз тәуелсіздіктің заманмен салыстырғанда, әсіресе ағаларымыз айтып отырады, көптеген бостықтар қалды. Әсіресе әдебиетте көптеген бостықтар қалды. Бірақ мұның бәрі уақыт өте келе өз орнына келеді деген үлкен сенімім бар. Бәріңізді кітапхана ұжымын, осы Нұр-Сұлтан қалалық орталықталған кітапханалар жүйесінің ұжымын және қалалық балалар мен жасөспірімдер кітапханасының ұжымын осы тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Биылғы жыл өткенде президент айтып жатқандай тек бір той тойлайтын ғана жыл емес, бұл сол тәуелсіздіктен тағылым алатын, сол тәуелсіздікке жаңағы тер төккен, қан төккен біздің боздақтарымызды еске алатын, үлкен бір тағылым алатын мерейтой. Сондықтан бұл мерейтойды біз тиісті дәрежеде атап өтуіміз керек. Сол секілді биыл тәуелсіздікпен тұспа-тұс келіп жатқан Әлихан Бөкейханның, Қажымұқанның, Жамбыл Жабаевтың, басқа да біздің асыл тұлғаларымыздың мерейтойлары, ол кісілердің мерейтойларында өз дәрежесінде атап өту бізге міндет болып отыр. Осы бағытта сіз бен біз болып, кітапханашылар мен қаламгерлер болып, оқырмандар болып бірлесіп атқаратын шаруамыз мол деп есептеймін. Сол бағытта қай уақыт қашанда сіздерді қолдауға, қолымнан келгенше үлес қосуға тырысамын. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Тәуелсіздігіміз құтты, баянды болсын.